Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай коржықтар дайындайтын боламыз. Құрамы қарапайым және жасалу жолы өте оңай. Видеоны өткізбей соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Керекті ингредиенттерді видеоның төменгі жағында қалдыратын боламын, сол жерден таба аласыздар. Алдымен сүтімізге қантымызды салып, орташа отта ерігенше жақсылап араластырып тұратын боламыз. Қантымыз толықтай еру керек. Және де сүтіміз бен қантымыз жақсылап араласып еріп болған соң басқа ыдысқа суытып қоямыз. Және құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Араластырып болған соң сүтке қант ертілген сұйықтығымызды құямыз. Міне бізде осындай сұйықтық пайда болады. Ұнымыз бен разрыхлителімізді жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, 3 бөліктен бөліп салып араластыратын боламыз. Қамырымыз біріге бастағанда үстелдің үстіне ұн сеуіп, және де қамырымызды үстелдің үстіне қойып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Дайын болған қамырымызды 30 минут көлемінде тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымызды жайып алған соң кез келген формамен кесіп алатын боламыз, және де арасындағы артық қамырларымызды алып тастаймыз. Онымен тағы да жұмыс жасайтын боламыз. Оны да алғашқыдай холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Мен осындай форманы қолдандым. Сіздер кез келген дөңгелек пішінді форманы пайдалануларыңызға болады. Қамырымызды пергамент төселген противеннің үстіне салып, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығатын боламыз. Және де дайын болған қамырымызды 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 15-20 минутта пісіріп аламыз. Екінші бөлік қамырымызды да алғашқыда көрсетілгендей етіп жайып аламыз. Кез келген формамен осылай кесіп шығатын боламыз. Дайын болған соң 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 15 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Коржықтарымыз дайын болды. Сәндеу жағы өз қалауларыңызда. Мен осылай қант ұнтағымен сәндейтін боламын. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де осы рецепті пайдалана отырып жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және видео рецепт ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын.
Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Дәметкен. Сау болыңыздар.